жасаватыр мен осы жерде мен өзім бірінші қолдандым. Одан қызыма ішкіздім. Bir курс лечениесін қызыма ішкіздім, 23-те қызым бар. Оның беті 6 ай бойы алысты, өзінен өзі бетіне қатты безеулер шығып кетті. Бетіндегі безеу көгеріп, прям үлкен-үлкен болып безеулер қатты мучиться етіп, сол переживать етіп, неғып кетті сол безеулер. Сол безеуі қайтты. Одан кейін жаңағы ұйқысы тынышталды. Подростковый ма? Подростковый емес. Білмеймін, әйтеуір организмде бір өзгеріс болды ма, әйтеуір үйленбеген қыз, но бірақ бетін қатты безеу басып кетті. Одан кейін барып, ол безеу кетті, ұйқысы тынышталды, ол өзі де айтып жатыр да, мама, мен ұйқым тынышталды, одан кейін сергектік пайда болды дейді. Азанда жұмысқа жолға тұратын ғой, а қазір жақсы тұрып жұмысқа кетіп жатады. Одан кейін мен өзімде бауырым ауыратын. Бауырымда ауырғанда менің бетімдегі мына дақтар осы бауырдан түскен. Бауырым ауырғанда прям бұқалап бауырымда шалқамнан түсіп жатып қалатын, қатты тырысып ауыратын. Бауырымның ауырғаны кетті біріншіден, екіншіден өтім қышқыл аузыма құйылғанда мына өңешім мен асқазаным күйетін деп. Вот сол кетті. Басымның ауырғаны кетті. Басылды. Осындай результаттар өзімде болды. Одан кейін командамнан Айнұр деген келіншектің мына Химпоселкада больницада жатқан, операцияға дайындап жатқан екен, кистасы бар екен, 4,5 сантиметр кистасы бар екен. Вот сол женский жағында 4,5 сантиметр осы бір курс лечениеден кетіп тұр. Түнде ғана мен ол қызбен өзім сөйлестім. Сөйтіп сенбей бір күнде осы Таразда жақсы деген 4 УЗИ-ға барып түскен ғой. Ана жерден шығып ана жерге, жерден шығып ана жерге, сөйтіп сенбей да, өзіне өзі сенбей. Сөйтсе, маткаңда ешқандай киста жоқ, маткаңыз таза деп сондай не берген, результат берген. Оны апарып врачына көрсетсе, врачын өзі таңғалып жатыр дейді, не істеді демарада. Уже операцияға не қылып жатқан ғой. Аха.